Сәлем достар, сіздермен Диляра. Бұл видеода пончиктер рецептісімен бөлісетін боламын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын ашытамыз. Ол үшін бізге керек сүт, су, жұмыртқа, май, қант, тұз, ашытқы және ұн. Ыдысымызға алдымен жылы сүт пен су құйып аламыз. Қант, тұз, ашытқыны саламыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Содан соң жұмыртқамен ерітілген сары майды салып, венчикпен араластырамыз. Ұн салып, қамыр елейміз. Бетін пищевая пленкамен жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Қамыр көтерілді, қолыма жабыспас үшін май жағып бірдей қылып бөліп аламын. Қамыр кеуіп кетпес үшін бетін орамалмен жауып тұру қажет. Бір-бірден алып, пончиктің формасын келтіремін. Бес 10 минутқа көтерілгенше қойып қоямын. Оға дейін майды табаға қыздырамын. Содан соң екі жағынан пісіріп аламыз. Пончиктарымыз дайын болды. Енді бетін әсемдеуге кірісеміз. Ол үшін мен глазур қолданамын. Сіздер кез келген шоколадты қолдансаңыздар болады. Микроволновкада 1 минутқа қойып ерітіп алдым. Видеодағыдай пончиктерді батырып аламыз. Одан кейін жидкий пищевой краситель салып, сары, көк, қызыл түстерге батырып алдым. Посыпкамен бетін әсемдеп аламыз. Мен миндальный слайстарды септім. Сіздер қалауыңызша әсемдесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі ерекше болып шығады. Балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын.